Hi, Dinara. Hello, teacher. How are you? I am okay. How about you? I am fine. Okay. Now we're talking about modal verbs. Модалды етістіктер жайлы қазір сөйлесетін боламыз. Модалды етістіктер ағылшын тілінде қалай жасалынады? Олар қандай түрлері бар? Мына can, may, must, should деген модалды етістіктер жайлы саған түсіндірейін жеке-жеке. Мысалы, модал verbs'тің бірінші ол must дегенге тоқталып өтейік. Must деген іс-әрекеттің жасалыну керектігін білдіреді. Мысал келтіретін болсақ, you must read this book. Сен мынаны оқуың, мына кітапты оқуың керексің. Ал must модал етістігінің орнына кейде to демеулігі бар, тұйық етістік алдына осы шақ have to етістігі қойылады. Модал, мысалы, must'тың орнына have to қоямыз. Ол қандай жағдайда? Іс-әрекеттің бұл қажеттілік білдірсең, оған have to қоямыз. Мысалы, you have to do it now. Сен мұнаны істеуің қажетсің. You have to wear school uniform. Сен мектеп формасын кию қажет. Must деген керекті білдірсе, ал have to деген қажет. Шешімі жоқ. Бұл сен қажетсің деген сияқты. Ары қарай біздегі келесі модальный етістігіміз ол can. Іс-әрекеттің қабілеттілікті, мүмкіндікті білдіреді. I can write it today. Мен мұнаны бүгін жаза аламын. Can'дің өткен шақтағы формасы could болады. Ең соңындағы сөйлемге қара. He could swim very well when he was young. Ол жас кезінде өте жақсы жүзе алатын. Can осы шақ істей алу мүмкіндігін білдірсе, ал could өткен шақ. Келесі. Біздегі модальный етістігіміз ол may. Бірдеңе рұқсат сұрау керек болса, оған may дегенді қосамыз. Қара. He may be at school. Ол мектепте болуы мүмкін. Мүмкін ол мектепте шығар. Бұл жерде мүмкін дегенде де біз may дегенді қоямыз. May дегеннің өткен шақтағы формасы might болып өзгереді. Ең соңындағы if you were here, you might help us. Сен осы жерде болғаныңда бізге көмектесер едің. Ең соңғы біздегі модальный етістігіміз ол should модаль етістігі. Кеңес беру, нұсқау бергенде қолданылады. Мысал келтіретін болсақ, you should sit in front of the TV. It's bad for your eyes. Сен теледидарға қарсы отырмауың керексің. Өйткені ол сенің көзіңдеріңе зиян. Мысалы, бірінші мысалдағымыз must. Must керектігін білдірсе, may рұқсат сұрау дегенді білдіреді, ал can дегеніміз нені білдіреді, Динара? Есіңде қалды ма? Can. Can деген ол қыз істей алады, немесе ол істей алады. Иә, істей алады, қабілеттілікті білдіреді. Ал should дегеніміз бізде кеңес беру, нұсқау беру, сол кезде біздер қолданамыз should дегеннен. May және can деген модальный етістіктерде мысал келтіре аласың ба, Динара? May I coming in деген. Иә, may come in. Рұқсат сұрау. Иә, may come in. Окей, өте дұрыс. May I come in. Қазақшасы қалай болады? Қазақшасы мен кіруге боламын, немесе сұрау. Дұрыс, өте дұрыс айттың. Кіруге рұқсат па? May come in. Тағы да бізде can дегеніміз бар. Can модальный етістігіне мысал келтірші. Can істей алу. Бірдеңені істей алу. You can riding bike. Yeah, you can ride a bike. You can ride a bike. Бұл да дұрыс.
Енді can дегенді біздер сұраулы және болымсыз сөйлемге айналдырып көрейік. Сен велосипед жеп аласың ба? Сен велосипед жеп алмайсың. Айтып көрші. You cannot. You cannot. You cannot ride a bike. Бұл болымсыз сөйлем. Енді бізде қалды сұраулы сөйлем. Сен велосипед жеп аласың ба? Қалай болады? Can you ride a bike? Өте дұрыс. Can you ride a bike? Өте дұрыс. Біздер ана түбе сияқты, біздер өткен сабақта түбеде қойғанбыз. Түбе сияқты, мынау модальный етістіктерде бастауышпен орнын ауыстырамыз, сол кезде сұраулы сөйлем шығады. Ал болымсыз сөйлем қалай болады? Can'нан кейін біздер нот қоямыз, болды, иә? Өте дұрыс, өте жақсы. Түсінікті болды ма саған бүгінгі грамматика? Yeah. Okay, ендеше, see you later, goodbye. Сау бол. Goodbye, teacher. Goodbye to you.